Ақтөбелік 18 жасар студент Анель Сисенғалиева Ухань қаласында 2 жыл бойы тілдер курсына қатысқан. Қазір қазақстандық студент Нанкин университетінде бірінші курс студенті екен. Ал жақын күндері ол демалысын Ухань қаласында өткізбекші болған. Ақтөбеге билет қымбат тұрады, оған қоса демалыстары да қысқа. Қызымның кураторлары кетіп қалыңдар деп жазыпты. Жарты сағаттан кейін Қытай билігі қаланы жабамыз деп хабарлаған. Ертерек айтқанда қызым шығып үлгеретін еді. Қазақстандық студенттерге сендерді эвакуациялайды деген жалған ақпарат таратыпты. Сөйтсе олар тек шетелдік тәлімгерлердің тізімін жинастырыпты, дейді Қытайдағы студенттің анасы Рабиға Сисенғалиева. Қытай Халық Республикасы тарап жатқан пневмониялық ауруға қатысты басқа елдерге өз азаматтарын жабық қаладан эвакуациялауға рұқсат бермеді. Біздің Қытай Халық Республикасындағы біздің дипломаттар, басқа елдердің елшіліктері де қазақстандықтарды эвакуациялау жолдарын қарастыруды бастады. Сонымен қатар, карантин жариялағаннан кейін алғашқы күндері Қытай тарапына осы мүмкіншілік туралы тиісті хаттар жіберілді. Қытай тарапы әзірге ешбір елге ондай рұқсат берген жоқ, қалалар карантинге алынды, деп жазды өз Facebook парақшасында Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смедияров. Оның айтуынша, карантин енгізілгенге дейін де Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Ухань қаласындағы қазақстандықтардың саны туралы ақпарат жинап дайындалған. Мұның алдында Қытайда оқып жатқан қазақстандық студенттер елге жіберілмейтіні туралы хабарлаған болатын. Қазақстандық дәрігерлер Қытайға әзірше саяхаттамауға кеңес береді. Достар, егер сіздерге бүгінгі біздің ақпарат қызықты болса, лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер.